Жармалған тағдыр. Нермин Шерменнің бөлмесіне келіп, сіз бұл үйге қай бетіңізбен келдіңіз? Сіз келуге ұялмайсыз ба деді. Нермин, менің ашуымды келтірме, жүкті екеніне қарамаймын, қазір көрсетемін деді. Ал Қазым болса, Мәжиде жұмыс істеп жатқан бөлмеге келіп, болды жаным, ұйықтайық енді деді. Жоқ, менің ұйқым келмейді, жұмыс істеуім керек деді. Таңертең жұмысқа Нежат келді. Ал Қазым дым болмағандай оған күлімсіреп қарауда. Ал Нежат болса, Қазымның алдында тұрған кірпіні көріп, үйін бүлдірген Қазым екенін білді. Сера Заферге хабарласып көмек сұрады. Зафер, өтінем, Ахметті жоғалтып алдым. Маған тауып беруге көмектесесің бе деді. Сен сонда ұялмай маған хабарласып тұрсың ба? Телефонды алмайын десем де болмады деді. Жарайды, менен хабар күт деді. Шермен бөлмесіне бара жатқан кезде алдынан Жиһангер шығып, «О, Шермен ханым, бұл сіз бе? Сізді көргенім рас па?» деді. Нермин Берен ханымға, «Ана ел қай бетімен келді? Сіз ол бөлмені бере салдыңыз ба?» деді. «Бере салғаным жақсы болды. Керек емес ол бөлме» деді. «Дұрыс, ол бөлмені не қыласыз?» деді. Сол кезде Шермен келіп, «Сендер қандай жоспар құрып отырсыңдар?» деді. «Анасы мен қызы ұялмайды, екеуі де бірдей» деді Берен. Ал бөлмесіне келген Шермен Жиһангерді шақырып алып, «Осы былықтың бәрін бүлдіріп алып, мені жалғыз қалдырды не?» деді. «Егер де сезімің болса, маған үйлен» деді. «Шермен ханым, менің күлкімді келтірмеңіз. Мен ондай үйленетін еркек емеспін. Мен жай ғана пайдаланам» деді. Сера Заферге хабарласып, «Зафер, Ахметті таптың ба?» деді. «Иә, таптым. Қазір мен саған бір мекен жай жіберем. Сонда кел» деді. «Рахмет, Зафер» деп, оны естіген Сера қатты қуанып, Зафер Ахметке қарай құстай ұшты. «Қазым Мәжиден оқу орнына келіп, Мәжиде сені бір сүйіп, бір көріп кету үшін келдім» деді. «Сөйтті де екеуміз демалайықшы» деп Мәжиден алып кетті. Нежаттың жұмыс орнына бастығы, «Нежат, сенмен қаншама жұмыс істедік. Амал жоқ, сен жұмыстан шығарам» деді. Сөйтті де Нежат шығып жатып Мәжидеге хабарласты, бірақ Мәжиде телефон алмады. Солай Назымға хабарласты. «Назым, Қазым қайда?» деді. «Білмеймін» деді. «Менің ашуымды келтірме, Назым, сен бәрін білесің, ол қайда?» деді. Сөйтіп қайда екенін білді. Ал Ясемин Атештің мазасын алды. «Мен қазір кофеханада жарты сағат отырам, мені күтесің» деді. «Жарайды, күтемін» деді. Сол кезде Атешке біреу хабарласып, «Сіздің Сара деген сіздің жақыныңыз ба?» деді. «Иә, ол кісі жол көлік апатына ұшырады» деді. Ал Сера Зафердің жіберген мекен жайына келді. Және де ішке кіргенде Зафер Ахметтен, «Мен сені қазір жіберем, бірақ сен мен бір шартыма келісесің. Серадан ажырасасың» деді. «Сера маған керек емес. Онсыз да мен оның дауысын естісем ширкенем» деді. Ал оны сырттай бақылап тұрған Сера естігенде қатты ашуға мінді. «Сен менің дауысымды естігің келмейді екен. Сен мені жек көреді екенсің» деп жылап жатты. Ал Ахмет болса, «Жаным, мен жай ғана солай айттым оған. Жай ғана» деді. Атеш ауруханаға келді. Ал Сараны өлді деп ойлап, «Анашым, анашым, мені тастамашы» деп жылады. Сол кезде Сара палатадан шығып, «Ұлым» деп екеуі бір-бірін құшақтады. «Мен өлген жоқпын. Мен сені ешқайда тастамаймын» деді Сара. Ал Мәжиде мен Қазым риза болып жатқан кезде Нежат келіп, «Қазым ішік» деді. Оған таңдана қараған екеуі, «Мәжиде, сенің күйеуің зұлым адам. Менің үйімді талқандаған осы, жұмыстан да шығартты. Барлығын істеп отқан осы. Қазым, Мәжиде, көзіңді аш» деді. Ал Мәжиде болса, Нежаттың айтқанына сенбеді. Психологиялық ауытқуы бар ау деді. Ал Қазым ештеңе болмағандай тұра берді. Сол кезде үй қызметшісі келіп Шермен ханымның естен танып қалғанын айтты. Ал Қазым болса, дәрігер шақырды. Ал Шермен болса, жерде ес-түссіз жатты. Мәжиде болса, «Ана, көзіңді ашшы, саған не болды?» деп қатты уайымдап кетті. Нежат пен Назлы екеуі оңаша кездесіп
Қазымға көрсететін көрсетпекші, Мәжидеге барлығын дәлелдемекші. Дәрігер келіп, анасының қан қысымы түскенін, оған ешқандай стресс болмауы, жағдайы жақсы болуы, ұйқысы қалыпты болуы маңызды екенін айтты. Бұл кісіге стресс болған сияқты деді. Иә, дұрыс айтасыз деді. Атеш Сараны үйіне алып келді. Ясиминді бірге еріп келді. Отырыңдар енді, отырыңдар деді. Ал сол кезде Атеш Ясиминге сен кете бер, такси шақырып берейін, мен осында қалам деді. Атешті оңаша шақырып алып, сен бұл не екенің? Сонда сен не ұйымдастырып отырсың? Сен менен сұранасың. Сен менен ақша алдың. Ақша алған себепті менің айтқаныма бағынасың деді. Сөйтті де Атешті жұмыстан сұрандырды. Ал Нермен болса Жиһангерге тиісіп отыр. Сен анаң қайда кетіп бара жатыр? Ана өзім апарайын деп айтпайсың ба деді. 2 минут шыдасаң тамағымды ішіп тұрып кетем деді. Сенің не істегенің бұл? Ұятсызсың, ана ел осы үйде жүр деді. Олай елді мен көргім де келмейді. Жай ғана пайдаландым деп айтқанын Шермин естіп, басын шайқап бөлмесіне кетіп қалды. Ал Нижат болса заттарын жинап жұмыстан кетіп бара жатыр. Алдынан Мәжиде шығып, Нижат не болып жатыр? Маған түсіндіріп айтасың ба? Екеуміз оңаша кездесіп сөйлесейік деді. Жарайды деді. Мәжиде артына қарап не болды екен деп таңданыспен қарады. Ал Жиһангер келіп, Шерминнің ауырып қалғанын естіген соң, Шермин сен неге ауырып қалдың деді. Сенің істегенің мынау, қалай ауырмайсың деді. Ал Атеш болса науқас сүйіктісін емдетпекші. Сара болса сен Ясиминнен ақша алдың ба деді. Олардан ақша алсаң сені қолындай көреді. Қандай жағдай болмасын маған айтатын бол ұлым. Барлығын шешеміз. Қателік жасасаң да, зұлымдық жасасаң да барлығы менен ештеңе жасырма ұлым деді. Берен Ахметтің үйіне келіп, Ахмет, саған бұны кім істеді? Маған айт, мен оның жазасын берем, өз қолыммен өлтірем деді. Ал Ахмет болса есінен танып құлады. Ахмет тұр, есіңді жина деді. Зафер Қазымға келіп, Қазым мырза, жаза аяқталды деді. Сен ерте аяқтадың ғой деді. Мен өз дегеніме, өз мақсатыма жеттім. Болды, сіз осындай мүмкіндік бергеніңізге рахмет деді. Сера келіп, Зафер өтінем сөйлесейікші, соңғы рет деді. Сөйлескім келмейді деді. Жарайды, бірақ бір рет сөйлесейік деді. Ал Берен ханым болса Ахметке істеген Қазым мен Зафер екенін білді. Енді көрейік, жазасын берер ме екенсіз деді. Фильмнің жалғасы бар.